Сәлеметсіздер ме, әлеуметтік желі оқырмандары? Мен бүгін сіздерге Маркиза Базарбайқызының Әкесін іздеген ұл атты кітабындағы құмыра ертегісінен үзінді айтып берейін. Ертеде ел билеген ержүрек батыр патша болыпты. Ол патша елін аралап, өзінің елінің адамдардың тұрмыс тіршіліктерін танысатын болған екен. Және бұл балаларды да қарап жүретін болған. Қай баланың қандай затқа икемі бар екен, барлығын бақылап жүреді екен. Бір күні ойнап жатқан балалардың қасына келіп, Құман деген баланың өте білімді зерек екенін біледі. Содан кейін ол баланы оқымыстыларға оқытса да, ғалымдар оны бұл бала өте жақсы біледі. Бұл балаға үйретіп керек емес, барлығын біледі дегеннен кейін, оған білім дәрін жинап келуге, алысқа баруға бұйырыпты. Елді жинап, мал сойып, салтанат той жасап, Құман деген баланың атын құмыраға айналдырып, қасына басшы, қызметшіге қосшы беріп, алысқа аттандырады. Құмыра бала алыстан елдерді аралап, Шын-машын деген елге жетеді. Осы елге келіп, өзінің білімдерін әрі қарай нұрландырып, оқымыстылардан білім жинайды. Білім жинап, елге оралады. Елге келгеннен кейін 12 қанатты ағаш үй құрып, сән-салтанатты той жасап, патша баланы қарсы алады. Осы кезде оқымыстылар да баланы сынау үшін жиналған екен. Бала келгеннен кейін патша өзінің орнын беріп, ал өз орныңды тап дейді. Сол кезде бала менің орным, сіздің орныңыз дейді. Патша оның батылдығына риза болып, өз тағын береді. Бірақ аса қадірлі патшам, сіз мені білім дәрін жинап келіңіз деп, елді білімге нұрландырыңыз деп жібердіңіз. Енді мен өз қызметімді атқарайын дейді. Патша риза болады балаға. Осыдан кейін патша күндердің күнінде өзінің уақыты жетіп үне салады. Әлгі патшадан кейін басқа кемістеу патша ел билейді. Осы кезде ол патша мына ғұлама Құмыраның білімділігіне, жаңағы уәзірлері өзінің білімділігіне риза болмай, оны зынданға салып тастауға бұйырыпты. Құмыра зынданға салынғаннан кейін бірнеше патша, 7 патша өтеді, бірнеше патша ел билейді. Осыдан кейін ел азады, жер тозады. Содан кейін елдегі қариялар, біздер енді мынау бүркітті ұшырып елге патша іздейік дейді. Бүркіт ұшырып елге патша іздеп, әлгі бүркіт елде бір мал бағып жүрген кішкентай баланың басына келіп қонады. Оны уәзірлер көре алмай, бұл бала патша бола алмайды деп ертеңіне тағы ұшырады. Тағы солай істейді. Үшінші рет ұшырарда бүркіттің тұяғын кесіп, уәзірлер тұяғын кесіп ұшырады. Осы кезде бүркіт тағы да әлгі баланың қасына келіп қонады. Қасына келіп қона алмай жүріп, ақыры құлап мерт болады. Бала бүркітті сипап отырады. Оның қасына қалып келіп, ақыры енді осы патша бала болатын болды ғой деп, сол баланы ақ киізге отырғызып шаһарға келеді. Әлгі бала патша болады. Өзінің қасына кәрі атасы мен әжесін алады көмекке. Осы кезде атасы бір күні оған, осы сен баяғыда осы ғұлама Құмыра болды, соны уәзірлерден сұра дейді. Уәзірлерден сұрағанда, уәзірдің 7-ші жұрағаты оны қай жерге көмгенін айтады. Осы кезде сол зынданнан Құмыра абызды шығарады. Құмыра абыз шығып, ол бала патшаға көмекші болады. Осылай ел баяғыша марқайып, тойынып, бақытқа, байлыққа кенеледі. Міне құрметті әлеуметтік желі оқырмандары, бұл ертегі балаларға және оның ата-аналарына арналған. Кітапханаға келіп кітап оқиық.